Ойбай, күн суық, мына күн суық. Такси ма? Такси ма, брат? Иә. Шауылдыр 500. 600. 800. Ой, жақсы болды ғой, қатып алдық. Мінекей достар, біз таксовкаға машина іздеуге келдік. Біздің екінші нүктеміз Майлина 79/1-ге. Осында қазір біздің осы автотұрақтан таксовкаға жарайтын автокөлік таңдайтын боламыз. Ендеше біздің каналдан алыстамаңыздар, кеттік. Таксовкаға біздің автотұрақтан топ 3 автокөлікті таңдадым. Ол бізде бірінші автокөлік Daewoo Nexia. Менің ойымша, өйткені бұл қазіргі таңда өте экономикалық, жанармайды аз тұтынатын автокөліктердің бірі. Көп таксистер байқаймын осы Яндексте осы Nexia-мен көп жүреді. Өйткені мен талай заказ берем, азанда сізде Nexia немесе Largus автокөлік күтіп тұрады. Largusты таңдаған себебім бұл автокөліктің іші кең және де жанармайды аз тұтынатын автокөліктердің бірі. Қозғалтқыш көлемі 1/6 алды тартады және де артына кез келген затыңызды уайымдамай смело сыйдырып алып кете бересіз. Және де бізде ары қарай Ravon R3. Бұл Nexia R3 бұл қазіргі таңда комфортқа жатады Яндексте. Өйткені бұл автокөліктің қорабы автоматты және де комфортты, іші өте кең және де жаңа автокөлік. Ендеше бұл автокөліктердің әрқайсысы жайлы жеке-жеке айтатын болам. Таксовкаға қайсысы жарайды, қайсысы ең мықтысы. Бізді үзбей тамашалаңыздар. Ары қарай кеттік. Негіз бауырым, мен таксист емеспін ғой. Өз бизнесім бар, мен негізі екі компаниям бар, просто по пути да болды да. А так алып кетем мен өзім. Ше былай алып кете берем. Жақсы. Вас кім достиг менің, ше? Любой вопрос шетті. Мінекей далада күн өте суық, дәл осындай суықта автокөлік таңдау оңай ма? Сіздер үшін біз дәл қазір таксовкаға Daewoo Nexia автокөлігін шығардық. Бұл автокөлікті таксовкаға жарайды деп ойлайтын себебім, өйткені бұл қалада бір 100 шақырымға 8 немесе 9 литр жанармай тұтынады. Автокөліктің іші айтарлықтай кең, бірақ бір минусы қыста пеші онша жылытпайды. Сонда да автокөлікті кредитқа алып, дәл қазір өзіңіздің отбасыңызды және өзіңізді ақша жағынан қамтамасыз етсеңіз әбден болады. Бұл автокөлік жалпы таксовкаға нағыз бір бағасы да, жанармай тұтынуы да бәрі тиімді. Мінекей дәл қазір Nexia автокөлігіміздің отырдым. Бірінші отырғандағы байқағаным автокөліктің сцеплениесі өте қатты. Қалай жүрсеңіз сол аяғыңызға күш кетуі мүмкін, бірақ та бұл автокөліктің бағасына ол былайынша айтқанда өзіне сай. Автокөлік жалпы қалай жүрсе өте жақсы. Таксовкаға да бұлай механика демесеңіз, автокөлікте гур бар және жанармай тұтынуы да аз. Жалпы Nexia-ны бір 90% адам алған адамдар кезінде сол таксовкаға бола алды ғой. Дәл қазір жолаушымыздан сұрап көрейік. Сула, саған қалай болып отыр жалпы автокөліктің іші қалай? Негізі өзім кішкентай адам емес сияқты отырм. Негізі кен жайғасам да жатсам да негізі болады. Ешқандай нем жоқ менің. Кем айтатын жолаушы сияқты. Автокөліктің жалпы былайынша айтқанда кең, өйткені менің бойым қысқа және де автокөліктің орындығын максимально алдыға жылжытып қойғам. Сулаға орын әрине көп. Мінекей дәл қазір автокөліктің артына келіп отырдым, Daewoo Nexia-ның. Бұл жерде орнымыз бір қатты да емес, жұмсақ та емес, эконом классқа болады. Және де мына жерде алдымызда орын өте аз. Сула орындықты ары бері жылжытып көруде. Алдымызға сәл ұзын адам отырса, артындағы жолаушыға орын мүлдем қалмай қалады. Бұлай шыққан кезде аяғыңыз мына жердің бәріне тиіп, бұлай әрең шығуыңыз мүмкін. Автокөліктің жалпы артқы жағында орын өте аз. Бірақ та эконом классқа нағыз болатын автокөлік. Ары қарай кеттік. Менің артымда өте үлкен адам отырды, Нұрлыбай сияқты. Сол үшін мен алдыға жылжыттым бәрін. Аяғым өлігі былай тиіп тұр. Енді қалай шығатынын білмеймін. Нұрлыбай артынан шығып қалса жақсы болушы еді. Қалай? Қысылдым. Қысылдың ба? Бірақ негізінде артында
үлкен адам отырмаса былай болады, негізі болады. Арғай Ларгусты көрейік, Ларгусқа кеттік. Болдығым осы жерді тастап кетесіңіз. Қай жақтан? Болды осы жерді тастап. Аға, сізге жалпы осы 800 теңге керек жоқ ау, Қалай керек жоқ? Енді сіздің өзіңіздің компанияңыз бар, КМБ-да істейсіз. Досым, әңгіме болсын деп айтқаным ғой негізі. Лада. Бұл автокөлікті таңдаған себебім, өйткені бұның ішінде орын өте үлкен және де көп затыңыз сият. Автокөліктің артқы орындықтары алдыға жатады. Автокөлікпен кез келген затыңызды үстінде рейлинг бар. Екі қала ортасында таксовать еткенге өте жақсы. Қалада бір 8-9 жейді жанармайды, ал трассада 7-6-6,5 жанармай тұтынады автокөлік. Жалпы бұл автокөліктің қазіргі бағасы 3.550.000, қозғалтқыш көлемі 1.6, механикалық қорапта. Ішінде орын жетерлік, клиентке де, өзіңізге де комфортты болатына сенімдімін. Шаулер 500. Давай 600. 500. Все, что есть. Автыр. О, жақсы болды. Мінекей Лада Ларгусымыздың ішінде отырдық. Дәл қазір Лада Ларгустың тізгініндемін. Бұл жерде өзіңді биік ұстайсың. Автокөліктің асты айтарлықтай биік және ұзын. Бір маған бұл ұнайтыны, бұл Лада Ларгустың панелінің төмен орналасқаны және де қорабының ары-бері қосылуы. Мінекей қорабының ары-бері салынуының өзінен бір отырып кайф ала бересіз. Автокөліктің сцеплениясы жұмсақ, кең рөліне көрі бар, рөліміз жеңіл, қалашында ешқандай қиналмайсыз. Жалпы үлкен бір жолға шықсаңыз да автокөлік шаршатады деп ойламаймын. Бір жақсысы сол, және де пешіңіз бұл жерде Ташкент болады ғой. Сула, саған қалай екен? Nexia қарағанда қалай жалпы автокөліктің іште бір орындығы? Өзім жолаушы сияқты. Бұл Nexia'дан 2-3 есе жақсырақ. Өйткені мына жерде одан да бос, я мысалы сен қатты алдыға тартқан жоқсың Nexia'да сияқты. Өзімді бос сезініп тұрмын, және де салон өзінде деп былай приятно болады. Сол, бұл автокөліктің бір үлкен бір плюсы, автокөліктің кеңдігі ғой жалпы айтқанда. Ары қарай кеттік. Nexia Ravon R3-міз көрейік. Ал, бауырым, келдік. Каспий бар ма? Каспий. Ой, Каспий. Ладно, жазшы. 8 777 639 49 56. Айсұлу? Бауырым, наличка жоқ па сенде? Ладно, Айсұлу тастайсаш. Все, рахмет. Жақсы. Осы Каспий бәле болды адам басында. Бір комфортты және өте бюджет автокөліктердің бірі. Өйткені автокөліктің жылы жаңа 19 жылғы, қозғалтқыш көлемі 1.5, қорабы автомат. Маған бір бұл автокөліктің ұнайтын жері жанармай тұтынуы. Қала ішінде 7-8 жеп отырады, және де автоматты механикамен бұлай қала ішінде қозғалысқа өте қиын. Бұл автокөліктің бір сол үлкен бір плюсы автоматтық қорабы және де жылында. Мінекей көптен күткен Ravon Nexia R3-мізға да келіп отырдық. Жалпы автокөліктің орындығы жұмсақ, бұлай ішінде анау айтқандай бір қатты кең емес, сонда да жалпы өзіңді бұлай комфортны сезінуге әбден болады. Автокөлікте бір үлкен плюсы байқағаным пеші дейтін, ой, Тошкент екен. Бетіңізді қайнатып жібереді. Автокөлікте мынандай бізде аудио система, мынандай монитормен AUX-іңіз бәрі бар. Дискіңізді да оқиды. 2 орындық жылытқышымыз және де мынандай автоматтық қорап, өте қала жүрісіне ыңғайлы. Мынандай жеңіл рөліміз және де 2 құлағымыз электронды түрде регулировка жасайды.
және де алға қарай жүріп көрейік автокөлікпен жүрісі қалай екен. Жалпы маған жүрісі ұнайды, өйткені автокөліктің жаңағы Nexia'ларға, Largus'қа қарағанда дыбыс изоляциясы жоғары. Енді былайша айтқанда ол автокөліктермен бұны салыстыруға келмейді, өйткені бұның жылы 2019, қозғалтқыш көлемі 1.5, қала ішінде жейтін бензині 6-7 жүзге. Жалпы автокөлікті маған былайша таксовкаға берсе, жалпы кереметті таксовкаға да, өзіңіздің үйіңіздегі отбасыңызды тасуға да былайша бір өте жақсы, өйткені автокөліктің ішінде айтарлықтай комфортты өзің сезінесің. Ники, Сулах, саған қалай жалпы? Равон жолаушыларға арналған комфорты қалай екен? Негізі ана екі машинеден қарағанша жақсырақ, өйткені өте комфорт осы машинеде жолаушы сияқты. Пеші бар, өте жақсы пеш. Даладан мұздап келіп отырдық. Міне қайнап тұр. Сол негізі осы мен өзім таңдайтыным ол Ravon Nexia, өзім ойымша. Өйткені бұл автокөлікте бір үлкен плюс жылында болып тұр ғой дәл қазір. Сол жылының арқасында автокөлік өзінің комфортымен бәрін жеңіп тұр. Дәл қазіргі таңда бұл автокөлікпен көп кісілер кредитқа алып, таксовать етіп, және де өзінің отбасында асырап жүргендер жеткілік. Сондықтан сіздерге Ravon Nexia R3-ді да ұсынам, және де Nexia'ны да ұсынам, өйткені ол бағасы да бюджетный, қала ішіндегі жүрісі де жақсы, жаман емес. Әркім өзінің қалтасына қарай, бірақтан да ең комфортты автокөлік осы Ravon Nexia R3 деп өзім ойлаймын. Мінекей Ravon Nexia R3-міздің ішінде отырмын. Дәл қазір мінекей артқы жолаушы ретінде айтатыным, бір орын айтарлықтай көп те емес, бір қатты қысылып та тұрғаным жоқ. Алдымда ұзын адам отырған себебі, сондықтан арақашықтық өте аз. Артыңғы жолаушы ретінде айтатыным, орындығы жұмсақ, арқасы да бір үлкен жолға жаман емес. Қала жүрісіне нағыз таптырмайтын автокөлік. Мінекей бүгінгі түсіріліміміз аяғына да жетіп қалды. Осы үш автокөліктің ішінен маған бір ұнағаны, жалпы өзінің Ravon Nexia R3 комфорттық жағынан ұнады, және де Largus өзінің кеңдігінен, және де Nexia'мыз Devo ол өзінің бір бюджеттік жағынан алып тұр. Сіздер өздеріңіздің жеке ойларыңызды, пікірлеріңізді біздің астына комментарий қалдырыңыздар, біздің каналға жазыңыздар. Сіздермен болған мен Жеңіс Нұрлыбай. Біздің келесі роликті күтіңіздер. Үзбей тамашалағандарыңызға рахмет, баршаларыңызға сәттілік. Ты тут реально жить можешь. Да? Орын көп, айтарлықтай. Жарайды, жап кеттік. Все, бля, все.